Әскерге аттанардан бір күн бұрын Сабыр Қарайға қарай құстай ұшты. Әкесіне көмекші болып жүрген Айзаттың таңғы 6-да қой өргізіп шығатынын жақсы біледі. Қаройдың жазығы біткесін басталатын үлкен жотаның биігіне шығып алып, сонау алыста сағыммен бірге ағараңдаған қой ауылға тағатсыздана көз тігеді. Әлден уақытта көрінді-ау күткен салт атты. Алдында бір қара қойы бар. Айзат малды асықтырмай жайлап қайырып келеді. Анда-санда табыннан жырақ шыққан қозы-лаққа хайт деп қайырып қояды. Таңға жаңғырық қыздың нәзік даусын алысқа іліп ала жөнелді. Алдындағы жотаға көз түскен соң Айзаттың қуаныштан жүзі бал-бұл жанып шыға келді. Сабыры ғой анау. Дәл өздері белгілеген кездесетін дөңнің үстінде тұр. Қолын бұлғайды. Маймаңдай жайылған малдың жүрісіне шыдамы таусылған қыз табынды жотаға қарай қиялата дедектете түсті. Жотадан жүгіріп түскен Сабыр Айзатты аттан көтеріп алды. Көптен көріспеген екеудің шөліркеген ыстық албырт еріндері бірін-бірі асыға, аптыға аймаласып, ыстық сүйіске көміле берді. Сабырды әбден сағынған Айзат денесін қаусыра сипалап, үйіріп әкеткен қарулы қолдың ырқына көне берді. Мамырдың таңғы самалы екеудің бойындағы лап ете түскен құштарлық сезімнің отын үрлей түсті. Ләззатқа бөленіп, шиыршық атқан қос дене көк шалғынға аймаласа құлады. Қыз үстіндегі жұқа жейдені епті қимылмен сыпырып тастаған Сабыр шалқасынан жатқан қыздың кеудесінде діріл қаға бір көтеріліп, бір басылып, тығыншықтай қос анарды ессіз құмарлықпен емірене айбалайды. Жігіттің әр қимылын жан тәнмен сезініп, ұйып бара жатқан денесін игере алар емес. Әрбір мүшесі тоят таба алмай, тағы дегендей жігіттің әр қимылына жауап қата бастады. Осы сәтте жігіт жайлап қана қыз денесіне бойлап ене берді. Ғажайып тәтті дүние есігіне ене берген қыз тәнін найзағайдай бір жарқыл осып өткенін сезді. Жанын көзіне көрсетіп, осы өткен жарқылдың не жарқыл екенін ұғып үлгермеген қыз тәтті тұңғиыққа қайтып ене беріп жүрді. Әлден уақытта қыз тәні жігіт бойынан бөлінген ыстық толқынды сезіне, онымен бірге бүлкілдей жөнелген өз тәнінің ләззатын үзіп алғысы келмегендей талықси көз жұмды. Байланыстың нашарлығы ма, әлде аудан мен қой ауылдың шалғайлығы ма? Сабыр әскерге кеткелі 3 ай өтсе де әлі хат жоқ. Орналасып үлгермеген шығар. Алғаш барғанда карантин деген болады, сонан шыға алмай жатқан болар деп өзін-өзі жұбатып қойды. Кеше қой ауылға төлшілер келді. 5 жігіттің біреуі Сабырдың ағасы Қанат. Екеуі соншалық ұқсас. Сабырды сағынған қыз кейде шай үстінде Қанатқа елжіреп қарап қатып қалатын. Көз алдында ұмытылмас ләззат сыйлап кеткен Сабырдың алаулаған жүзі келеді. Сол кезде бойын ессіз құштарлықтың толқыны билеп, маңдайынан суық тер бұрқ ете қалады. Денесін әсіресе кіндігінен төмен үйіп кеткен белгісіз бір сезімнің әрең іркіліп қалатыны. Қанаттың өзін жиі жағалай бастағанын сезіп жүр. Сылтау тауып мұнымен жиі кездесіп қалады. Ал Сабырдан хат жоқ. Қанаттан сұрауға батпайды. Алыс қой ауылда жатқан ол да аудан жақтағы өмірден бейхабар. Не айтар дейсің деп қыз жүрегі мұңая қалады. Маусымның алғашқы күнінен бастап қыз жүрегінде әлде бір күдік кірді. Айдың алғашқы аптасы аяқталып қалды. Аяғы ауырлап қалмаса етті. 2 күн бойы жүрегі айнып, одан сайын саса бастады. Таңертеңгі асқа қарамай лоқси жөнелген бүгінгі жайы бар үмітін үзіп тынды. Енді қайтпек? Әкесі сессе ат бауырына салып сабайды. Діні қатты адам.
Ауыл арасында жиілеп кеткен мұндай жайды естіп жүрген анасы, ескілікті тәрбие алған әйел, баланың оң жақта отырып, бала тапқаны сүйекке таңба, ат аттаттырып, сүйек сындырат деген жаман атақ сол деп отырған. Шешесі кешпейді бұл қылығын. Әбден басы қатқан Айзат біресе сабырды кінәлады, біресе жігітке тоқтау айта алмай, денесіне көне берген өзінің ессіздігін қарғап, жер-жебіріне жетеді. Болар іс болды, бояуы сіңді. Қалай да бір әрекет ету керек. Алдырып тастауға бейкүнә шарананың обалынан қорқады. Кәртейгенде әке шешесін айналадағы қойшылардың салпы етек әйелдерінің өсегіне жем етіп тірідей өлтіретінін ойласа, өмір сүргісі келмейді. Істерге амал жоқ, шарадай басы шақшадай болды. Еш нәрсе ойлап табуға қабілеті жоқ Айзат бей-жай отыр. Осы кезде марқайып қалған қозыны құшақтап, мал қорадан шығып келе жатқан Қанат бұған қолын бұлғады. Қанат, салы суға кеткен қыз қарманарға қара таппағанына да налып еді, енді қуанып кетті. Өзін екі оттың ортасына тастап кеткен сабырды қия алмай жылай-жылай отырып, ұятын ойлаған Айзат бір шешімге келді. Өзіне ұнатып қалған кісідей елжіреп қарайтын Айзат жақындап кетсе, құбыжық көрген елікте едірие қалатын. Соңғы кезде өзіне бір түрлі жылылық танытқандай ма қалай, қыздың бұл қылығы Қанатты үміттендіріп жіберді. Сүйкімді қара торы қызды бірден ұнатып қалды. Табиғаты тұйық жігіт сезімін білдіруге имене берген. Қыздың өзіне кетер еместігін сездіргелі бері бойында батылдық пайда болды. Қозыларды қарауды ұмытып, олар ойлығып жетеуі бірдей өліп тынған бір түн бәрін шешті. Арабда апта өткесін ауылға атпен барып қайтқан Қанатпен лесіп келген әке шешесі Айзатқа құда түсіп қайтты. Әскери дайындықта болып, 3 айдан кейін ғана хат жазуға рұқсат алған Сабыр алғашқы 2 хаттың бірін Айзатқа арнады. Үйдегілерге мекен жайды білдіріп хабар жіберді. Арада аз уақыт салып, үйден келген хаттың ішінен шыққан ағасы Қанаттың елену тойына түскен суретін көріп, төбесінен жай түскендей болды. Өзінің хатын азға күтіп жүр деп сенген қалыңдығы туған ағасына әйел болып жатса, мұнан асқан солдат үшін соққы бар ма? Не болғанын білгісі келіп, Айзатқа хат жазуға қанша оқталса да, оның өз үйіне баратынын, хаттың ағасының қолына тиетінін ойлап, ол ойынан еріксіз бас тартты. Қанаттың өңді екені рас, тек өзін айырбастауға басқа еркек кіндік таусылғандай, жан тәнімен сүйген әлде болса ұмыта алмас Айзаттың туған ағасын таңдаған қылығына түсіне алмай күйінді. Шытырманы көп әскери өмір жігіт жүрегінің жарасын жаза бастады, дегенмен де сүйгенін басқаға қия алмас қайран көңіл әлі де қиналып кетеді. 2 жыл көзді ашып жұмғанша өте шықты. Қайтуға 2 аптадай уақыт қалды. Осы тұста елден жеткен қаралық жедел хат Сабырды уақыты бітпей әскер қатарынан босатты. Ағаң қайтыс болды, тез жет деген 5 сөз жүрегіне шаншудай қадалды. Қанатым, жан ағам, өкпеге, тіпті қызғанышқа да қиып жіберетін тете өскен ағасын өлімге қия алмай ұзақ жылады. Дәл шығарар күні жаназасының үстіне жеткен Сабыр бауырымдап боздап киізге оралған ағасының мәйітіне өкіре құлады. Бұл көрініс жаназаға жиналған жұрттың көңілін босатып, көзіне жас алмаған пенде болмады. Мәйіттің жанында отырған Айзат сол сәтте талып түсті. Сылқ етіп бұра жатқан жас келіншекті байқаған Сабыр жас жуған жанары тұманданып демей берген. Бұл сылқ еткен жас денені көтеріп алып, олардай шулап жылаған елдің арасымен алып өтіп, үйге кіре берістегі төсекке шалқасынан жатқызды. Келіншектің Айзат екенін сонда барып таныды.
Нашатыр спиртін иіс кеткесін селк етіп көзін ашқан Айзат сабыр деп күбір етті де қайта талықсып кетті. Қанаттың қырқын беріп, зират басына барып қайтқан көптің соңында ілбіп келе жатқан Айзат өз ойымен арпаласуда. Өзінің ариятын үнсіз көтеріп алған Қанаттың байыпты, ақылды жүзі мен сабырдың күн сайын көретін жауап күткен сұраулы жүзі кезек алмасып жанына маза берер емес. Үйленгеннен кейін 7 айда 9 айлық балпанақтай ұл туған мұның жанын қинып бастысы артық бір сұрақ қоймап еді жарықтық. Кешкісін ұйықтап жатқан сәбидің жүзіне үңіліп, өзіне ұқсастық іздеумен болатын. Арман Қанатқа қатты ұқсап туды. Тек сәбидің иегіндегі терең ойық пен оң жақ бетіндегі терең шұңқыр Айзатқа да, Қанатқа да тартпаған еді. Ол екеуі де арманға айнымай қонған сабырдың белгілері болатын. Бұл ұқсастықты сабырдың өзі де байқаған сыңайлы. Өткенде есік алдында ойнап отырған Арманды алдын алып оның иегіндегі ойық пен бетіндегі шұңқырды сипап, дәл сондай өз бетіндегі белгіні басып көріп, ойланып отырған үстінде ойға түскенді. Өзін байқап қалған сабырға жұмбақтау жымиып бас изеп өте берді. Қанат қайтқалы бері Арман да сабырдың қойнынан шығар емес. Сәби жүрегі сезе ме, кім білсін. Өткен жолы телевизор көріп отырған сабырды папалап барып, алдына шығып отырып алды. Ештеңеден хабар жоқ қарттар. Құлыныбай, сабырды папасына ұқсатып жырау, алда қарғамай, деп күрсініп, көз жастарын сығып алды. Бірі қайны, бірі жеңге болып, сүйіскен екі жүрек бір шаңырақ астында, екі бұрышта аһ ұрды. Көзден кетіп, көңілден суыған 2 жыл серік болған Қанат келіншек үшін ұмыт бола бастады. Оның есесіне көз алдында жүрген сабыр күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырды. Қанатпен өткен 2 жылда әйел болып сабыр сыйлаған алғашқы төсек ләззатындай сезімді сезініп көрген емес. Кейде сабырдың ыстық құшағы түсіне еніп, түсінде ғана рахат табатын. Өзінің сабырды әлі де ессіз сүйетінін жарықтық күйеуі бір күнінде мойындап, қайнысының келер уақыт жақындаған сайын бойын бір қорқыныш билеп алатын. Інісі мен әйелінің арасындағы бұл байланыстан бейхабар болса да, Құдай солай шешті ме, әлде маңдайына жазылған ғұмыры келте болды ма? Әйтеуір Қанат аз ғана қиналып барып, бұл өмірден бас кешті. Бірақ апта аузы мұрнынан қан кетіп өмірден өтті де кетті. Ауданда мұндай жас өлімдер көбейіп кетті. Бір жағы Семейдің полигоны, бір жағы мына тиіп тұрған Тарбағатай тауларының ар жағындағы Қытайдың Лобнұр деген атом полигонының әсері дейді жұрт. Кімді қандай тағдыр күтіп тұрғанын бір Алла біледі. Ал өзі бүгін 2 аттам жерде қабырғаның ар жағында жатқан сабырдың ыстық демін аңсап, бойын жайлап алған құмарлықпен алысуда. Ләззат аңсап сансыраған әйел санасы анда-санда селт етіп көмескілене бастаған. Күйеуінің әруағынан кешірім дәметіп, кешір Қанат, кешір деп күбірлеп кетеді. Ата енесі бүгін таңғы салқынмен ат арбасын жегіп көрші ауылдағы кіші қыздарына кетті. Бүгінде жанар жағамайдың тапшылығынан ауылдағы жұрттың бәрі темір тұрпаларын қаңтарып қойып, көбіне ат арбамен жүретін болған. 2 ауылдың ортасында жастар атты жегіп алып, такси ретінде де ақша тауып жүр. Техниканың даму шегіне жеткен 20 ғасырдың аяғында шалғайдағы қазақ ауылында осындай жайлар болып жатты. Қарттарды аттандырып салып, сиырын сауып, малды үйдің сыртына өргізіп жіберді де, жантая тұрмақ болып, өз бөлмесіне қарай
Өте бере сол жақтағы Сабыр жатқан бөлменің есігінен қалай енгенін өзі де білмей қалды. Кеудесін жалаңаштап тастап, таңғы тәтті ұйқы құшағында жатқан Сабырдың өзі жақсы көретін иегіндегі ойықты сипаламаққа қолын апара берді. Сол сәтте Сабыр келіншектің білегінен ұстай алды. Қарулы қолдың қарымына қарсылық жасауды ойламаған Айзат еріндерін ашып көзін жұма берді. Енді бір сәтте жалындап жатқан жігіттің құшағы мен толықсыған келіншектің шиыршық атқан денесі сезім толқынындай болған көк торғын көрпенің астында біресе асау толқындай тулап, біресе жай ғана бүлкілдеп жатты. Әбден тояттауып шаршаған, ұрысқан екеу бір-біріне еркелей жымиысып, құшақтарын қайтып айырмастай қаусыра түсті. Адасып табысқан қос жүрек бір соғып, бірге тыныстап жатты.